Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі тақырыбымыз біздің ағзамызға пайдалы, тіршілік көзі болып табылатын су туралы болмақ. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күннің жатын жазамыз. Бүгін сәуір айының 6-сы. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз судың пайдасы деп аталады. Дәптерімізге тақырыпты жазып аламыз. Бүгінгі сабақта біз оқу түрлерін қолданамыз. Екіншіден, жаңа сөздерді қолданып, сөйлем жазамыз. Бүгінгі сабақта өтетін жаңа сөздермен танысайық. Адам, бақша, суару, шөлдеді, көмектесу, көмектесші. Қайталаймыз. Адам, бақша, суару, шөлдеді, көмектесу, көмектесші. Сабағымызды бастамас бұрын грамматикаға назар аударамыз. Біз өткен сабақта кетістіктің шақтарына тоқталған болатынбыз. Кетістіктің 3 шағы бар. Өткен шақ, осы шақ, келер шақ. Өткен шақ өтіп кеткен, болып кеткен іс-әрекетті білдіреді. Ал осы шақ бүгінгі күні болып жатқан іс-әрекетті білдіреді. Ал келер шақ ендігі алдағы уақытта болатын іс-әрекетті білдіреді. Енді мен сіздерге мысал келтірейін. Еске түсірейік. Мен бардым, сен бардың, сіз бардыңыз, ол барды. Бұл жуан буынды сөз. Енді жіңішке буынды сөзге назар аударамыз. Мен келдім, сен келдің, сіз келдіңіз, ол келді. Енді келер шақ. Мен барамын, сен барасың, сіз барасыз, ол барады. Енді жіңішке түрі. Мен келемін, сен келесің, сіз келесіз, ол келеді. Енді сіздерге грамматикалық тапсырма. Кетістікті өткен шаққа және келер шаққа қойып жаз. Бірінші тапсырма. Оқылым. Адам бақша өсірді. Бақша шөлдеді. Адам суға. Су, сен әдемісің, тазасың, көңілдісің, маған көмектесші деді. Су болса, жарайды деді. Су адамға көмектесті. Су бақшаны суарды. Адам суға, рахмет саған су деді. Өзіміз бір рет оқып көрейік. Мәтін бойынша деңгейлік тапсырмалар. А деңгейі. Бірінші сұрақ. Адам не өсірді? А. Ағаш. Бақша. Б. Су. Екінші сұрақ. Адам неден көмек сұрады? А. Судан. Бақшадан. Б. Адамнан. Су нені суарды? А. Адамды. Ағашты. Б. Бақшаны. Төртінші сұрақ. Не шөлдеді? А. Адам. Бақша. Б. Су. Ендеше балалар, Б деңгейін жазамыз. Адам не өсірді? Не шөлдеді?
Су бақшаны не істеді? Су адамға не істеді? Бос орындарды сөздермен толықтырамыз. Сонымен балалар, С деңгейіне көшеміз. Бұл жерде түрлі сөздер берілген, сол сөздерді қатыстырып, сөйлем құрастыруымыз қажет. Бірінші сөйлем. Адам айтты рахмет суға. Екінші сөйлем. Бар ағашы бақшада алма. Сіздердің жұмыстарыңызды тексере отырып, максималды балл 18 балды құрайды. 5 деген бағаны 18, 17, 16 балл жинаған оқушы, 4 деген бағаны 15, 14, 13, 12 балл жинаған оқушы, 3 деген бағаны 11, 19, 8 балл жинаған оқушы алса, 2 деген бағаны 7-ден төмен қарай балл жинаған оқушы алады. Сіздердің жұмыстарыңызды өзімнің жеке чатыма жолдауларыңызды өтінемін. Үйге тапсырма, судың қандай пайдасы бар деген сұраққа жауап жазамыз.